Алматы облысында әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды көктем мерекелерімен құттықтау шаралары жалғасын тапты. Ұзынағаш кентінде Нұр Отан партиясының өкілдері көмекке мұқтаж жүздеген жанға арнайы дастархан жайды. Сый-сияпат көрсетіліп, концерттік бағдарламалар ұйымдастырылды. Мұндай шараларды партия өкілдері бақытты отбасы, бақытты балалық шақ, кедергісіз келешек және ардагерлерді ардақтайық партиялық жобасы аясында өткізді. Алматы облысы Жамбыл ауданында 100 жастан асқан екі қартана өмір сүреді. Ұйымдастырушылар олардың үйлеріне арнайы барды. Биыл 102 жасқа келген Жамал Садықова Қырғызстанда дүниеге келгенмен саналы ғұмырын аудандағы Беріктас ауылында еңбекпен өткізген. Қария 10 баласынан 39 немере, 28 шөбере, 9 шөпшек сүйіп отыр. Жұмыс жасаған жерге баланы отырғызып қойып, көрген күніміз сол болды. Ұрыш болды, соғыш болды, балам соғыштан кейін айтыры. Еттеп балдарды өстіріп, өндіріп, 61-ші жылы көшіп келдік бияқа. Көктемнің алғашқы мерекесі аналарға деген көрсетіп жатқан үлкен құрмет деп есептейміз. Осы шараны ұйымдастыруға ұйытқып отырған кейбір азаматтарымызға біздің облыстық мәслихаттың депутаттары, облыстық Нұр Отан партиясының облыстық фракция мүшелері, біздің ауданымыздың филиалының азаматтар бірлесе отырып бүгін осындай іс-шара өткізіп жатырмыз.